қазақтың салт дәстүрі бесікке салу деген болады. Бірінші бесікке салардан бөлек тіштіма жасалынады. Бірінші біз оны бесікке салардан баланы бірінші аластаймыз. Шын шайтандардан, пәлежалардан аман болсын деп, қыздың бас жағына пышақпен сіріңкесін қойып қоямыз, тарақ қоямыз, бар болса сондайларды қоямыз. Содан кейінгі екінші несі, уже бала жеңіл отырып жақсы ұйықтап тұру үшін тіштіма жасалынады. Кәне тіштіма жасайды. Әрекет қолын сал, кәне тіштіма. Тіштіма. Міне осылайынан қазақтың салт дәстүрі жасалынады. Одан кейін біз кішкентайымызды бесікке бөлейміз. Бесікке бөліп, жақсы жатып, жақсы ұйықтап, бесікке салар кезде үндемейміз, сөйлемейміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мыналарын жасап болғаннан кейін бетін жауып, осылай кішкентай бөпемізді ұйықтатамыз. Бұл бесікке салу тіштіма деп аталынады.